Жуырда Сүлеймен Демирел университетінде дәстүрлі әндер мен сал-серілер поэзиясына қатысты «Алты қырдың астынан ән шырқасам» атты ән сазды танымдық кездесу өтті. Кеш қонақтары Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, дәстүрлі әнші Еркін Шүкман және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті, әдебиеттанушы Самал Дәрібай болды. Қазақ филологиясы және журналистика кафедрасының ұйымдастыруымен өткен бұл шараға студенттер мен оқытушылар белсене атсалысты. Кездесу барысында қазақ ұлттық өнерінің қаймағы, кешегі бабаларымыздан қалған алтын мұрамыз саналатын дәстүрлі әндер мен сал-серілер, атақты әншілердің өмірі мен өнеріне қатысты түрлі ой-пікірлер айтылып, бүгінгінің қоғамымызда дәріптеліп, насихатталу жайлы сөз қозғалды. Сал-серілер поэзиясын зерттеуші ғалым Самал Дәрібай қазақ сахарасын әнге бөлеген күміс көмей әншілердің шығармашылығының бүгінгі таңда зерттелуіне қатысты тұжырымды пікірлер айтты. Ұлы даланың сазымен тербеткен біршама атақты әндердің шығу тарихы мен елге таралу жайлы кеңінен сөз тарқатқан Еркін Шүкман бұлбұлдай тамылжытқан әуенмен ән салып жиылған жұртты таң қалдырды. Атақты әншінің артынан еріп келген шәкірттер де қарап қалмады. Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда тәлім алып жүрген бұл студенттер өз шеберлігін танытып, жұрттың қол қалаған әнін орындап, шаршы топты бір серпілтті. Осы топта кафедра жанынан құрылған Мағжан әдеби шығармашылық бірлестігінің мүшелері де өз өнерлерін ортаға салды. Әсіресе жас ақын Әйгерім Қуанышбайдың бүгінгінің сұлтандарына арнап шығарған өлеңі көпшіліктің көңіліне ой салды. Көктемнің мамыражай шуақты күнінде осынау жер мен көкті әлдилер тамылжыған қазақ әніне көптен шөлдіркірген жиылған жұрт домбыраның үні мен жан тербеген әннен қанып сусындады деп айтсақ қателеспеспіз. Кеш соңында келген қонақтарға сый-сияпат ұсынылып, құрмет көрсетілді.